Асыл дәрі. Бір жолаушы алыстан арып ашып жол жүріп келе жатады. Бір шама уақыт өткеннен кейін алдынан бір жалғыз лашық көрінеді. Аштықтан әлсіреген жолаушы үй иесіне келіп, жүрек жалғарлық бірдеме сұрайды. Аштан өліп барамын, қайырымды жан, маған ас бере көр. Қалтамда көк тиыным жоқ, бірақ оның есесіне мен саған ақшадан да қымбат нәрсе сыйлаймын. Ол адамды өлім аузынан алып қалатын асыл дәрі. Осы күнге дейін бұл сырымды ешкімге айтқан жоқ едім. Қайырымдылық қылсаң, саған сол ғажайып сырымды айтып берейін. Үй иесі көп ойланып тұрмай күріш пісіруге кіріседі. Қонағының алдына тамақ әкеліп қойып, енді жаңағыңның құпиясын айтшы дейді. Оны айтып жатудың қажеті жоқ, маған еріп жүр. Бәрін де өз көзіңмен көресің дейді жолаушы. Үй иесі жолаушыға еріп жолға шығады. Жолаушы үндемей жүре беріпті. Жайқалып өсіп тұрған күрішке таяп келіп, жолаушы бір сабағын үзіп алып, қайырымды үй иесіне ұсынады. Мінеки, мен айтқан ғажайып нәрсе осы. Бұл адам баласын ажалдан құтқарып қалатын дәрі. Өзің ойлашы, осы күріш болмаса мен кеше-ақ әлсіреп өліп кетер едім. Не нәрсе адамға қысылған кезде дәрмен болса, асыл дәрі сол депті де жолаушы үй иесіне рахметін айтып, өз жөніне кете беріпті.